Сенің адамдарыңды деген маған уақыт бер, мен осы адамдардың ұрпағымен қосып, үрім бұтағымен біреуін қалдырмай тозаққа алып барамын, саған уәде беремін деген Аллаға. Маған уақыт берсең болды деген. Шайтан же. Сөз Алла Тағала айтады, саған қияметке шейін уақыт берілді, білгеніңді қыл дейді. Бірақ Алла Тағала басқа аятта айтады, бірақ сол пенделердің ішінде ықыласты пенделерің бар, сен олай ала алмайсың деді. Саған ескертейін деді. Яғни ықыласты пенделерді шайтан не істей алмайды екен? Азғыра алмайды екен. Азғыра алмайды. Енді ықылас деген жаңа түсіндік, демек 100%, 1000%, миллион пайыз кім үшін істелінеді бола ма? Алла үшін істелінеді болды. Алла үшін. Енді Алла үшін дедіңіз ба? Алла үшін қонақ шақырыңыз, Алла үшін қонаққа барыңыз, Алла үшін көмектесіңіз, немесе Алла үшін тағы бір нәрсе істеңіз, білмеймін не нәрсе істеу керек. Бірақ жақсы амал істеу керек. Бірақ сол жақсы амалдың басында не тұру керек? Ықыласпен басталу керек. Ол ықыласты сол әуелде ниет етіп алу керек, ниет. Ниет. Сол ниетпен болған кезде ол жақсы болады.